Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне қандай көмек көрсетілсе де артық етпейді. Жамбылдық мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындар мен кәсіпкерлер қариялардың жағдайын біліп қана қоймай, үйінде жөндеп беріп жатыр. Жеңістің 70 жылдығына орай қолға алынған шара осыдан 2 ай бұрын басталған. Акция аясында күні бүгінге дейін ондаған ардагердің баспанасы жөнделді. Жуырда бастамашыл топ Таразда тұратын Асатов Нәдірдің үйін шатырын жауып берді. 90-ның төріне шыққан Нәдір қария небәрі 18 жасында соғысқа аттанған. Украина жерінде Сталинград шайқасына қатысып, Курскті жаудан азат еткен. Ал Алексей Сидоров болса, Ростов қаласында жаяу әскер қатарында отан қорғаған. Кейін аяғынан жараланып, елге қайтқан. Наурыз мерекесі қарсаңында қарияның үйіндегі көптен жөндеу көрмеген кәріз жүйесі мен жуынатын бөлмесі қалыпқа келтірілді. Очень благодарны предприятию. Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында бұл бізге әсіресе әкеме үлкен сый болды. Қазір ол сырқаттанып қалды. Бірақ өзінің атынан, ұрпақтарының атынан қамқорлық көрсетіп жатқан жандарға айтар алғысымыз шексіз. Жұмысшыларды жасап кетті. Мыңда бір рахмет. Осындай тыныштық болсын. Соғыс дегенді біз көрдік, соғыс не екен. Енді жастар, келешек жастар көрмесін. Соғыс деген аты болмасын.